Тағы да қайырлы кеш, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін менің интервью алатын қонағым Әбжат Құран Кәрім ғылыми зерттеу орталығының төрағасы Бердияр Сарманұлы ағам. Бердияр аға, тағы да ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уалейкум салам. Енді мен де интернеттен біраз дүниелерді қарап шықтым, анализ жасап шықтым. Енді бірінші сұрағым аға мынадай болып тұр. Жалпы әбжат ілімі дегеніміз не? Не үшін әбжат? Әбжат деген бұл есеп деген сөз. Арифметикалық есеп кәдімгі. Құранның ішкі дүниесінде әліппесінде келтірілген. Құран әліппесінде көне кітаптарда. Енді оны Құранның өзінде тәпсірлеп айтып түсіндірмейді оны. Құранның көне жаңағы түпкі нұсқаларында Құран әліппесі дейді. Соның ең бірінші бастықшы кезеңдерінде әбжат әріптерінің сан бойынша ұстайтын орындары дейді. А әріпі мысал үшін бірге тең, яғни бір деген А деген, яғни алиф ол. Алиф Алла, допустим. Б әріпі, В әріпі, П әріпі, бұлар екіге тең. Ж әріпі, например, ол үшке тең, үш деген сөз. Д әріпі, төрт деген мағынаны. Хи дейді, ол бес деген. У дейді, алты деген әріп. Жи, жеті, Ха, сегіз, Та, тоғыз. Е10, осылай тәпсірлеп келтіріледі. Осы, яғни есеп деген сөз қарапайым. Бердияр аға, енді бұл ілім ғой үлкен. Жалпы сіз бұл ілімді қай уақыттан бастап зерттей бастадыңыз? Жалпы өзіңіз туралы ақпарат айтып бересіз бе? Бұл ілімді зерттеуге сізге не ықпал етті, не себепкер болды? Аталардың өнері ғой біз енді, аталарымыз ғой енді. Бұл ұрпақтан ұрпаққа келіп отқан үлкен құпия ғылым еді бұл. Бұның негізі бұлайша шығаруға болмайды. Үлкен ғылым ғой енді, түсіңіз бе? Сейіт бабам қари болған. Сейіт бабамның үлкені Мәулен қары. Ол бәйбішенің баласы. Мен Сейіттің тоқалының ең кішкентай баласы Шарманның баласымын. Әкем мұғалім болған. Мұғалімдердің айласында оқыған. Жазушы болған бір жағы, үлкен сондай бір жазушылық қасиеті болған әкемнің. Ол қасиет кейде менде де бар ол, кейбір шабыттан кейде бір жазулар жазып тастаймыз. Сонда, общем, бұл әбжат ғылымына келген кезеңім 85 жылда Мәулен қары ата мені қолға алады. Маған дейін әкемнің ағасы Рахман деген атамыз, соқсын үш ұлы бар тұғын. Үшеуі де кетіп қалды дүниеден. Жастай. Біреуі 27-те, біреуі 30-да, біреуі 33-те дүниеден өтіп кетіп қалды. Осы ғылымды ұстамаған үшін. Бұл оңай ғылым емес қой, түсінген. Кезек маған келген. 85 жылдан бастап ата мені тәрбиеледі. Құранның ішкі дүниесіндегі әбжатты, енді балам сен ұстайсың, сен ұстамасаң әулетте ешкім қалмайды деген өзінің сондай бір қорқынышты сезіммен айтқанда, мен өзімді қорқып кеттім, бірақ мен соны маған нәсіп еткен екен, мен соны 85 жылдан 91 жылға дейін мен дайындады атам. Сөйтіп, 90 жылы жазғы шілдеде Сарыағаш өңірінде Шаймерден деген киелі жай бар, сол жерде мешіт бар. Киелі жайдың мешіттің ішінде жер асты жағы шілдехана бар, жер асты үңгір қараңғы түнек. Сол жерге дайындады ғой мен. Сөйтіп 90 жылы жазғы шілденің 25 июнь күні мен жерге кіргізген шілде отырғызуға. 5 күн отырдым, ары қарай 5 күн шыдай алмадым, жазғы шілде болады ғой. Әрі галлюцинация болды, ойда әртүрлі причиналармен отыра алмадым. Сөйтіп ата оны мені ары қарай тағы дайындады шілдеге. 91 жылға өтетін, яғни осы 90 жылдың аяғы 25 декабрьдің 24 күн кешке бардық, 25 күн шілдеге отырғыздық мені. Сол үңгірде Ықылас сүресіне, салауат айтып Ықылас сүресіне отырдым 40 күн шілдеге. Енді о дүниелік болып кеткен жоқпын, бірақ о жерде уже өмір сүргім де келмейді істеп жатқанақта. Азап қой, оңай емес қой. Содан соншалықты қорыққаным, осы күнге дейін бет-аузым жыбырлап тұрады. Қорқып қалғаным соншалықты. Енді көзіңе талай нәрсе көрінеді,
Көбінесе жаңа отыра алмайсың, аяғың шыдамайды, аяқ. Отыра алмайсың, постоянно жүріп жүрген адам 10-15 сағат, 20 сағаттап қимылдамай отырғаннан кейін аяқ шыдамайды ғой. Ол да бекер, сол 17-18 күндерде сол қатты қорқып қалдым мен. Осы күнге дейін соның зардабы бар, бет аузым өскінім. Бет жүзден қимылдап тұрады шалан. Ойдадық, 3 февраль күні, значит, 1991 жылы 3 февраль күні мен шілдеханадан шықтым, атам мені шығарды. Бірақ 1,5 жылға дейін жүре алмай қалдым. Жүре алмайсың. Массаж істейді, басқа істейді, ойдағыда жүрем ғой енді, тай-тайда. Бірақ қорқып қаламын. Азып кеткем, азып жүнжіп кетесің ғой. Содан бастап бір жақ өмір сүргім келеді ғой. Жаңағыдай болғаннан кейін, ана шілдеден шыққаннан кейін ары қарай өмір сүргім келеді. Өмір сүру үшін, яғни пейнет қылу керек. Сол кезде де сол Мәулен қары сол мені дайындады ғой бері қарай. Қазір, осы іліммен айналысып келе жатырмын ғой. Әрбір адам өзінің коды бар. Бұны оқып, емделіп жатқан кісілердің шегі жоқ. Бірақ кімге код жасап өзіне фотоаппарат істеп берген адам, оны басқа адамға бере алмайды. Даже экранның өзін көрсете алмайды. Өйткенде ол экранда менің поле зрением бар. Оқыған адамның поле зрениесі бар. Түсіндіңіз бе? И оқыған адамның код кілті құраммен кірген жүйесі бар. Оны ол басқа адамға пайдаланса, сиқырға айналып кетеді. Өйткені ол анау тек сол оқитын адамның өзіне ғана арналған код кілт, абжаттық кілт. Міне сондай. Тек қана Құран оқисың, басқа еш нәрсе қосылмайды бұл жерде. Сөйтіп маған 45 күн оқиды тетрадта. 45 күн оқиды. Алланың берген нұры ілімі ғой, білімі. Алла өзінің сүйген құлдарына, өзінің құлшылығына қарай нұрын береді. Яғни білімін береді, аяғын береді, қасиетін береді. Сондай деп мағынада. Түсініңіз бе енді? Мысал үшін айталық қараң. Мысал үшін қазір бізде, міне елде мынандай кімді көрмесең, біреуді мені дуалап қойыпты, мені сиқырлап қойыпты, маған порча жасап қойыпты деген адам деген жетеді. Бірақ ол солай ма әуелі? Или оны біреу парша жасаған ба? Оны сиқырлаған ба? Соны дәлелдеуге болады. Оған именно кім өзі айыпты? Мен соны примерін сізге қатты түсіндірейін. Өйткені бұның тәрбиелік мәні өте жоғары. Айталық, мен қазір таптазамын дейін. Кенеттен балам бір нәрсені бүлдірді, мен ашуланып жаман сөздерді айтып тастадым. Или болсам біреудің біреумен ұрысып қалдым. Көрдіңіз бе? Сонда менің денемде сырттан келетін сиқырға достып өзім жасаймын, өзім. Өйткені мен ашуландым ғой, түсінсіз бе? Нақақтан нақақ мен ашуланғанда, менің ішімне сырттан келетін зиянкеске мен өзім ішімде мынандай шкатулка доступ жасап қоямын. Сөйтіп мен автобусқа мінемін. Автобуста біреу ашуланып отыр, демесем ерлі-зайыпты араздасып отыр. Солардың дыбысынан, солардың иісінен, солардың зиянкесі мен денем өтіп кетеді. Мен шетімді ауырам ғой. Ауырам, жұмысым жүрмей қалады, шалынам, құлайын, сүрінем. Ана дүмше молдаға барам мен. Мен дүмшеге барам, дүмше ғой, білім жоқ қоғар адамдарда. Ойбай, сенде сиқыр бар дейді. Көрдіңіз бе? Не істейсің? Білмейсің ғой, кім сиқырлаған? Сөйтті олар, бірақ кейбіреулер біраз нәрсені сезінеді. Өзіңнің жақын жеріңде, өзің үйіңде болған жағдай дейді. Ал осыдан бастап мен ақымақ болсам, мен уже келінімнен көрем, анадан көрем, мынадан көрем, мен сонда үйімдегі адам менді олап қойды ма деймін, түсіңіз бе? Самом деле оны мен өзім істедім ғой. Міне үстіп шатастырып атқан дүниеде өмір сүріп атырмыз қазір. Мен солай бауырым. Түсінікті. Ешкім дуалап не ерігіп жүр ма? Өйткені адам бірінші өзін тәрбиелеу керек. Өзін тәрбиелесең, саған еш нәрсе жұқпайды. Өзің тәрбиелемейсің бе, саған бәлен бір жұқады. Мынау, аға, жалпы ислам дінде қара дуа, қара магия деген ұғым бар ма? Бұл сұрақты қойып отырғандағы себебім сіздің YouTube-тағы интервьюларыңызда мен көріп қалдым. Мына кезінде Шымкентте Түркістан моншасына барып соғысып, арты қайғылы жағдаймен аяқталған оқиғада қара дуаның күші бар деп сіз айтқан едіңіз. Ол оқиғаны бәрі біледі, бүкіл Шымкент біледі, және кімнің соғысқанын біледі. Жалпы бұл оқиға туралы не айтып берер едіңіз?
енді естімеген көрермендеріміз бар. Сыры ғой енді. Давайте оны ашпай ақ қоясылайық. Ондайлар оқулардың түрлері көп қой оның бәрі. Жалпы бұл қара дуа болған оқиға ғой. Енді бері қараңыз. Бері қараңыз. Енді исламда дегені ол вообще негізі исламнан бұрынғы көне замандардан жаңағы келіп жатқан кезеңдегі сиқыршылардан келіп жеткен осы біздің дүние өмірімізге келіп жеткен Мұхаммед алейхиссаламнан арғы Сүлеймен пайғамбардың кезеңдерінен келіп жатқан әр жерден одан қаралықтарды соны жоба жасап сиқырлаушы сиқыршылардың ұрпақтарынан ұрпаққа арқалы келіп жатқан бір қаралық сиқырлар ғой енді оны дуа деп айтуға болмайды ғой. Дуа деген ол қасиет деген мағынаны береді. Оны шатастыруға болмайды ол. Сиқыр десек дұрыс болады. Қаралық десек дұрыс болады. Түсіндіңіз бе енді? Ол мысалы үшін дұға қыл дейді. Мысалы үлкен жүзге келген ата соны дұға жасап сізге бата береді. Ол бата деген мағынаны ол. Дұға деген сөзбенен сиқырды араластыруға болмайды. Ол сиқыр десеңіз ол жөн. Сиқыр деген бар дүние ол. Ол ібліспенен жаңағы сиқыршының екеуінің арасында болатын жүзеге асырылатын сиқырлардың түрлері ол. Адамды өлтіріп жіберетіні де бар оның ішінде. Мен айта алмаймын, бірақ адамды өлтіретін сиқырлардың 9 түрі бар. Есептік сан бойынша күнін белгілейді, уақытын белгілейді, ана адамның жасының біледі, ол адамның салмағын біледі сол кездегі. Түсіндіңіз бе? 100 кило ма, 90 кило ма ол адамның салмағы, түсіндіңіз бе? Жасаған сиқырың бар, тимей қалуы мүмкін. Оны өте жақсы білетін адам, күнде сомен ашып жүрген адам істей алады оны. Айтады ғана салмағын тексереді, басқа қалады, шамамен байқайтан, сомен дуаны істе, 3 күнде өледі қалады адам. 3 күнде өлтіріп жібереді. Бар ондай дуа. Бірақ ондай дуаларды шешкенім, біздер шешеміз ғой, шешіп атырға Алла қаласа, әуелі Алла болды, намаз. Абжат ілімі бойынша алдағы күнді болжауға бола ма? Жоқ, оны Алла біледі ғой. Есептеп көруге бола ма? Мені вашы кіріп кетіп асыл ғой маған вашы. Болжауға болмайды, бірақ есептеуге болады. Әрбір адамның Алланың алдында парызы, қарызы бар. Анау алдында. Өмір ағашы деген бар есінде. Өзі специалын сондай карта бар. Сонда 16 жылдың ішінде, 12 жылдың ішінде сен не бітірдің? Қай жерде қандай сенің қарызың бар Аллаға істейтін? Көрдіңіз бе? Соларды орындап өтпесең, ендігі 12 жылда саған сол олыңды күшет жоның. Өйткені сен содағы өзің өміріңе Алладан берілген парызыңды орындаған жоқсың. Соны сен жаңағыдай картаға беріліп қойған. Бар ол дүние. Ода бірақ сен парызыңды орындайсың. Сен орындамасаң балаңа тиеді. Қызыңа тиеді. Мысалы үшін айталық, мен мына кітабымда бар енді. Көрініп тұрған жоқ қой, сосын мен сізге қара ашып беремін. Жерде мен өмір ағашы Ясиннің картотекасы бар. Бұны қайда ол арғы ата-бабаларымыз істеп беріп кеткен. Ақтемірдің жолы дейді, көрдіңіз бе? Қара судың жолы, көк ағаштың жолы, қызыл оттың жолы, сары жердің жолы. Әрқайсында екі адамның, ана менен атаның екеуінің жолағы тұрады мына жерде. Міне сондай мәселе. Айталық. Жылың қандай сен? Маймыл ма, жылқы ма, қой ма? Қой. Қой. 91 қой. 2003 қой, 2015 қой, 1967, 1979 қой екен. Сен 79-сың ба? Иә. А? Иә. Сен 1979-сың ба дейін? Иә деймін. Сен тары жерде тұрсын, өте қуатты, өсетін, өнегелі, ұлы кісілермен келісетін кезеңде тұрсын мінекей. 79 жылдың астыңғы жағында 5 центр, баяғы 2007-тегі пәлекетін, мен тұр астында тұрып берем. 5 дейдім. Үстіңде 4 центр. 4. Ғылым, өте ғылым деңгейіне абдан тойынатын жылың дейді. Соған бірінші бастайтын қадамың тұр. Өйткені
1979 деген санның үстінде төбесінде 4 деген сан тұрмын. 4 шахария дейді. 4 шахар күн білімі деген ғылым. Абдухадыр Жилани деген болған. Харун Рашид деген заман, патшаның заманында, Арабтада. Сол патшаның кезеңінде күн білімі деген ғылымды ойлап тапқан Абдухадыр Жилани деген кісі болған ғалым. Ол хашидаларды ептеген, шынымен де болады. Сол жерде жазады. Көрдіңіз, сонда сол 4-тік сенің тур төбеңде тұр қазір. Міне түсініңіз. Артыңда 5 сан тұр. Бәлекеттен биыл ғана өткесін. Биыл, где-то февраль-марттарда, даже майдың 13-нен былай қарай ғана жаның аман тұрайсың. Оға дейін сен өте қатерде бұл. Енді кебасың. Екінші жарысынан былай қарай өсейін деп тұрсың. Сонда, бірақ әйелдердің ана наласынан абайлауың керек. Өйткені пятек еті әйел, баяғы Лут пайғамбардың әйелі. Астында да тұр. Астында тұр. Бірақ дәл қарсаң шамай жетпейді. Артында да тұр. Шын қайрап. Дұрыс айтасыз аға. Бірақ осылардың пәлесінен құтылу керек та сінен. Ал енді атқа қайтсақ, 79-да міне. Болды, айтпайын. Кейін. Солай бауырым. Телефонмен ондай болса өзіңізден жекеше оңашада сұрап алармыз. Сен кел, мен саған таңға жайып нәрселер көрсетемін. Көзіңді жұмып тұрып көріп тұрасың. Сондай оқуларды оқимыз, көзіңді жұмып көресің. Жағдайыңды көресің, тазалап атқаныңды көресің, баяғы мына қызларды, мына бәлекеттерді көресің кино сияқты. Онан кейін көресің, әбжатпен айналысу керек па, әбжаттан білім алу керек па, жоқ па, жағына біле бересің. Әбжат деген ғылым тек тазалықты білдіреді. Тазалық Құран болды. Салауат пайғамбарға, 5 уақыт намаз, Құран болды. Больше солай. Аға, енді уақытта болып жатыр екен. Мен енді бір сұрақпен қорытындыласам. Мынау енді бір сұрақпен қорытындыласам, жалпы енді әбжат ілімі арқылы есеп қой енді бұл. Құранның есебі, Құранның қасиеті деп айтсақ та болады. Енді мына 2020 жыл біздің әлем үшін бұл қатерлі жылдардың бірі болды. Енді жалпы бұл есеп бойынша осы бәлекет жылы, індет жылы түбегейлі қашан аяқталуы мүмкін? 24-те. 24 баяғы 1991 жылдың кезеңіне барады. Августта. Примерно. Бірақ ең қатерлісі кеше 20 июнь менен биыл. Июльдің арасында өтіп кетті. Ең қатерлісі. 1941 жыл, 2001 жыл осы кезеңдер. И 37 репрессияның кезеңдері. Кеше өтіп кетті. Аллаға шүкір. Кім біледі, может, намаз оқып атқандар көп қой бізде. Бізде Қазақстанда құлшылық жасайтындар өте көп. Бәріне рахметімді айтамын. Намазын тастамай құлшылық, даже мешітке кіргізбесе де қазір үйінде құлшылық жасап, Аллаға жалбарынып отқан мұсылман өте көп. Соның арқасында аман өттік кеше. Дұрыс айтасың, астролог мамандармен де сұхбат алған. Оларда мынау шілде айында күннің тұтылуы мен айдың тұтылуына байланыстырып өтіп кеткен дейді, ең қатерлі уақыт. Енді сізде соны айтып жатыр. Ең қатерлі уақыт өтіп кетті ғой. 16-шы жылдың әр 16 жылда келеді бұл. Неге 16? Бірің алиф қой жаңағы. Алифтің ішінде адам мен адамның арасында азғындық пайда болады дейді ғой. Түсінізбенді? 6 ақша. Ақша. Түсінізбенді? Ақшаға ұрынып, адамдар бір-бірін мерт қылады дейді. Түсінізбенді? Сол кезеңнен Алла қаласа өтіп жатырмыз енді. Бірақ әр 16 жылда келеді бұл жерге. Әр 16 жылда есінде болсын. Сосын әр 16 жылда біз
Бұдан өткенімізге қуанбауымыз керек. Келешекті келетінге біз құлшылық жасауымыз керек. Sen ama esine Türk'e. Түсініңіз de? Солай? Bir сұрақ бар, оқырмандар қойыпты, Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы не дейді бұл турасында, әбжат іліміне байланысты. Мен ондай сұрақ маған ешкім қоймаған. Бірақ мен ұстатында міне. Менде ұстат бар. Бұл жер ғылыми зерттеу орталық қой. Міне Әбжат қоғамдық қорының жарғысы міне. Көрдіңіз бе міне міне. Жалпы ережелер, қордың заңдық статусы, қордың қызметінің мақсаты мен мәні, қордың қызметінің негізгі мақсаты қайырымдылық болып табылады. Қордың қызметінің мәні мыналар: мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруына қолдау көрсету, түрлі қайырымдылық қызметтері, потенциалды дарынды азаматтардың халық емшілерінің басын біріктіру, адамдардың дәстүрлі халық медицинамен емдеу арқылы денсаулығын жақсарту, халық емшілерінің рухани біліктілік, емдеу, сауықтыру қабілетін дамуды, мәдени және ғылыми ағарту жұмыстарын жүргізу, үкіметтік және қоғамдық ұйымдармен бірлестіктермен мемлекет саясат аясында жұмыс істеу, тағылар менің ұстатымда бар. Менде заң осылай. Жақсы аға. Алла разы болсын, жасап жатыр. Сіз тәубе емессіз, сіз емші емессіз. Жоқ. Мен ғалыммын. Түсінікті. Заңды тұрған мемлекеттің заңымен жұмыс істеп отқан ғалыммын. Жақсы аға, алтын уақытыңызды бөліп, бүгін енді менімен тікелей эфирге шығуға рұқсатыңызды беріп, тікелей эфирге шыққаныңызға айтар алғысым шексіз. Сізге Алла берекесін берсін. Жақсы. Аманшылық болсын. Жақсы аға. Жақсы айналайын. Бақытты бол. Әумин. Сіңіз келдеп, мерейіңіз келді. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Көрермендердің естеріне сала кетейік, бүгін мен интервью алған қонағым, бүгін менде қонақта болған Әбжат Құран Кәрім ғылыми зерттеу орталығының төрағасы Бердияр Сарманұлы. Бердияр Сарманұлымен біз бүгін әбжат ілімі дегеніміз не, жалпы әбжат ілімі арқылы қалай жолдашамыз, Құрандағы құпия сандар қандай, әбжат дәптері дегеніміз не деген сұрақтарға жауап алдық. Бұл эфир сақталады, эфирді жүргізген журналист Данияр Есен.